Әлемде не пайда болса да ол Қазақстанда дәл сол мезетте пайда болады. Мен ең көп айтатын нәрсе ол мылтық. Мылтық қазақтарда 15 ғасырдан бастап бар. Мен сөйтіп айтамын да бірінші адамдар, 15 ғасыр дейді. Сосын мен айтамын, енді мылтықтың пайда болған кезі де 15 ғасыр. Яғни мылтық пайда болмай жатып, қазақтарда мылтық болмаған, бірақ пайда бола салысымен қазақтарда мылтық пайда болады. Трендтен қалмаған деңізші. Ешқашан. Мысалы, темір жол, поезд. Бізге айтады, ой, біз сендерге темір жол салып бердік деп кейбір кісілер. Ал негізі қарасаңыз, темір жолдың жаңағы инвестиция тартқанда ол қазақтардың ақшасы, оны сызып берген инженер қазақ. Біз өзіміз істей алдық оны негізі. Ал енді соның өзін ойлаған кезде темір жол бізге келген кез, түрксиіп салынған кез ойлайды да андай. Ол кезде уже Европа андай болып жатқан, біз енді темір жол салды. Жоқ. Бізде темір жол қашан пайда болды? Англияда тура сол кезде пайда болды. Біз бүкілімен бірге қатар жүргенбіз.